Мысырдан көшіп шығу бірінші тарау. Исраил деп те аталған Жақып Мысыр жеріне ұлдарын өз үйіштерімен қоса көшіріп әкелген еді. Олар мұналар: Рубен, Шимон, Леуі, Яхуда, Исашар, Забулон, Бунямин, Дан, Нафталим, Ғат, Ашер. Жақыптан тараған ұрпақтардың саны сол кезде 70 болатын. Ал ұлдарының бірі Жүсіп Мысыр еліне бұрынырақ келген еді. Уақыт жетіп, Жүсіп пен бауырлары және олардың тұсында өмір сүргендердің барлығы да бұл дүниеден өтті. Ал Израильдің ұрым-бұтағы өсіп өніп, сансыз көбейіп, күшейіп алғандары соншалық, жер солармен толып кетті. Сол кезде Мысырда жаңа бір патша билік құрды. Ол осы ел үшін зор жақсылық жасаған Жүсіп туралы білмейтін. Патша өз халқына: «Қараңдаршы, Израильдің ұрым-бұтағы тым көбейіп, күшейіп кетті. Ендеше ақылды шара ойластырып, олардың бұдан әрі көбеюлеріне жол бермейік. Әйтпесе соғысы бола қалған күнде дұшпандарымызға қосылып, бізге қарсы шайқасып, елімізден басқа жаққа көшіп кетер», деп ойындағысын айтты. Содан олар Израиль халқын ауыр жұмыспен діңкелетіп, қысым көрсету үшін үстерінен бақылаушылар тағайындады. Сонымен израильдіктер Мысыр патшасы Перғауын үшін қоймалар ретінде Питом, Рамсес қалаларын салды. Бірақ Израиль халқы неғұрлым көп қысым көрген сайын соғұрлым өсіп өніп, кеңінен жайыла түсті. Мысырлықтар олардан қатты қауіптеніп, халықты аяусыз құлдыққа салды. Оларды саз балшықтан илеп кірпіш құйып, үй салудың және егіндіктің кез келген ауыр жұмыстарына жекті де, қаталдықпен әртүрлі қара жұмыстарға мәжбүрлеп, өмірлерін аса қиындатты. Бұларға қоса Мысыр патшасы әйелдер босандырушы израильдік Шипыра мен Пуаны шақырып алып, оларға: «Израильдік әйелдерді босандырған кезде нәрестенің жынысына назар аударыңдар. Дүниеге ұл келсе, өлтіріңдер, ал қыз туса, тірі қалдырыңдар», деп бұйырды. Бірақ әйел босандырушылар Құдайды терең қастерлегендіктен Мысыр патшасының айтқанын орындамай, туған ер балаларды тірі қалдыра берді. Мысыр патшасы мұны білгенде екеуін шақырып алып: «Сендер неге бұлай істеп жүрсіңдер? Неліктен ер балаларды өлтірмейсіңдер?» деп ұрысты. Олар: «Израильдік әйелдер мысырлықтарға ұқсамай өте күшті болып жатыр. Олар босандырушы келмей тұрып ақ босанып қояды», деген жауап қайтарды. Босандырушылар Құдайды терең қастерлеп, осылай істегендер үшін Құдай оларға мейірімін төгіп, үйлерін жарылқап ұрпақ сыйлады. Израиль халқы да өсіп өніп өте күшті болды. Сонда Перғауын өзінің бүкіл халқына израильдіктердің дүниеге келген әрбір ер баласын Нил өзеніне лақтырып, ал қыздарын тірі қалдырыңдар деген жарлық шығарды.